жаңылтпашқа қалайсыз? Жаңылтпаш? Иә. Негізі нашармын. Керемет жоба екен. Осындай қазақ тілін дамытатын, қазақша контентті алға сүйрейтін жобалар көбейе берсін. 40 жасқа келген кезде балалардың жасы наны жаттау қиын болады енді. Оқып тұрмыз. Бұл қазақша такси бағдарламасы. 18 жасқа толғандар көріп, ата-анасына да көрсетуді ұсынамыз. Жолаушыға 100 мыңға сертификат беріледі. Әңгіме барысында әр өзге тілдегі немесе паразит сөздер үшін сертификаттан -5 мың. Қатысушыны шатастыру мақсатында жүргізуші еркін сөйлей алады. О, міне, шықты тағы бір адам. Бұл бағы бар адам. Өйткені бұл қазақша такси жобасы. Жүргізушісі мен Ғалым Махамбет. Ендеше кеттік. Уағалейкум ассалам. Қалайсың бауыз? Жақсы шүкір, рахмет. Мынау енді камера, светтер, яғни біздер бір жоба түсіріп жатырмыз. Сіз шақырған мекен жайға дейін апарып тастаймыз. Қарсы емессіз ғой? Жоқ, қарсы емес. Есіміңіз? Алижан есім. Алижан? Есім Ғалым, фамилиям Махамбетов. Танып тұрсыз ба? Танып тұрмын. Осылай таксовать етіп кеттік қазір енді. Енді, Алижан, біздің әңгімеміз өрбу үшін түрлі тақырыптар бар, бірін таңдасаң болады. Біреуіне? Иә. Ал, жобамыз да басталды, жолымызға да шықтық. Тақырыпты оқып жіберіңіз. Егер қорқыныш деген ұғым болмаса, не істер едің дейді. Біраз нәрсе істеді негізі. Жалпы фобияң қандай өзі? Биіктен қорқам. Биіктен қорқасың ба? Білмеймін не екенін. Биіктен. Сонда самолетке мүлдем мінбейсің ба? Жоқ, самолет былайынан бәрекелді. Ойба! Түсіндің ғой, иә? Түсіндің ғой, иә? Ұшақ деп айтуың керек та, мен айта берем. Сен ілінбеуің керек. Ұшаққа міне бересіз? Ұшаққа мінемін, иә. Міне бересіз. Қорқпаймын ондайдан. Қорқпайсыз. Бірақ, қандай биіктік сонда? Жалпы ман негізі ауылдың баласымын өзім. Иә, қай ауылдансың? Шығыс Қазақстан, қазір Абай облысы. Қалбатау деген ауыл бар. Қалбатау деген жердемін. Енді ауыл болған соң үйде жұмыс болады. Үйдің үстіне шығамыз деген сияқты. Немесе там. Немесе там. Ол там деген сөз, сіз айтып тұрған жаңа үй, там деген әңгіме емес қой. Там деген анау, там ғой. Мойындадым. Иә, мойындадың ғой. Кеттік, әрі қарай жалғастырамыз. Сол ауылда өскенсің енді, үйде жұмыс жасайсың, үйге кішігірім. Өзің сондай бір травмаң болып тұр ғой, үйдің төбесінен құлаған ба, сондай ма? Жоқ, кішкентай кезінде сондай бір аудармасы қалай айтамын. Үйде жұмыс жасап жатқан кезде сол биіктен, биік жерге қарап бір шошын қалғаным бар да, бір қатты құлап, ондай болған жоқ. Үйіңіз сонда не ма, коттедж ба? Үлкен қатты биік па сондай? Жоқ. Кәдімгі жер үй. Жер үй, сондайдың өзінен қорқам. Мен қолым терлеп білмеймін өзі. Қазір сонда Астанада тұрғаныңа қанша уақыт болды? 2 жылдай болды. 2 жыл болды. Енді Астанада жер үй тұрмайтын шығарсыз? Жоқ. Биік үйлер тұрасыз ғой? Терезеден қарамай просто. Просто! Енді 5-ші этажда тұрасың, иә? Иә. Үйреніскен шығарсың, жаймен биік? Иә, ондай қатты деп айта алмаймын фобияны, бірақ мысалға бар. Фобия. Фобия деген ұғым емес па? Жоқ, қорқыныш. Қорқыныш деп аударылады, иә, фобия. Қорқынышың не деген сияқты ғой? Фобияң не дейді ғой енді. Жақсы. Ерекше форматы. Кеттік ал. Болашақтағы өзіңе бір хат жазсаң не деп жазар едің? Пақ шіркін. Міне, нағыз қиялилер айтатындай тақырып екен. Көктем, қазір бәрі қиялданып жүр. Қанша уақыт болашақ? Енді сен өзің болашағыңды қалай елестетесің? Енді Құдай біледі ғой біздің қанша жыл, қанша өмір сүретінімізді, бірақ
дегенмен де әркімнің өзінің бір жоспарлары болады болашаққа деген. Мысалға үйленгенсің ба қазір? Үйленгелі жатырмын бұйырса. Үйленгелі жатырсың. Бұйырса әке боласың. Болашақ әке Әлижанға, ата Әлижанға қандай хат жазар едің? Білім ал деуші едім. Білім ал. Білім ал деуші едім. Қазір білімділердің заманы ғой. Білім ал, жұмыс жаса. Жалпы 30 жасқа дейін тек қана жұмыс, 30-дан кейін демалу керек дейді ғой. 30-дан кейін де демалмайды. Бұйырғаны болар. Бұйырғаны болар. Тағы да не айтар едім? Ата-анам үлкен кісілер. Мен үйдегі 5-ші баламын. 39 жасында анам дүниеге келген мен. Ата-анамды қадірле деуші едім. Ең бастысы. Ол қазірден бастап ұстану керек принцип сияқты ма? Иә, ата-ананы қадірлеу. Әрдайым. Енді мен айтып тұрмын ғой, өзің ата-ана болған уақытта, өзің ата-әже болған уақытыңды сол кезеңге не айтар едің? Сол кезеңде саған білімді бол деген, сен қазіргі өзің айтып жатырсың. Қазіргі өзің айтып жатырсың, ата-ананы қадірле деп. Керісінше, сол кезде сен балаларыңа не айтар едің? Я болмаса, сол кезде сен немен айналысып жатар едің? Әлижан қандай болар еді? Ата Әлижан, әке Әлижан қандай болар еді? Сол туралы білгіміз келіп тұр ғой. Негізі арманым, әкем бір жақсы айтқан сөзі бар еді. Ертерек оқу жүрген кезде айтқан оны маған. 18 жасқа толар. Қазір оқуды бітірдің? Оқуды бітірдім, иә. Жұмыс істеп жатсың? Жұмыс жасап жатырмын. Әкем бір жақсы айтқан сөзі бар еді. Ертерек үйленіп, ерте балалы шағалы бол. Дегеніңіз? Сол кезде 50 жасқа, 40 жасқа келген кезде балаларын жақсы айтып үлгерген жақсы. Уже деп қалдың ба? Жақсы. Кешірейін, бір жолға кешірейін әңгіме. Әкеңіздің әңгімесін тыңдайық. Ертерек үйлен, ерте балалы шағалы бол деп айтқан болатын. Өмірге ертерек аралас деп жатыр ғой, иә? Сол 40-50 жаста енді әр адам жаман ойлағысы келмейді ғой болашағы жайлы. Иә. Сондықтан тек жақсы жағынан қараймын. Жақсы болады деген үміттемін. Жұмыс жасап жатырмыз. Соған еңбектеніп жатырмыз, оқып жатырмыз. Бұйырғаны болар енді. Бірақ сонда да сол 40-50 ата Әлижан деп айтып жатсыз ғой. Иә. Сол жаста 40-50-де ата Әлижан болам деп ойлайсың ба? 50-60. Қазір жасың қанша тұрсың? Қазір 23-ке толдым. 23-ке. Тамаша, мен 23 жасымда 2 балам бар болды. 40-та мүмкін, 40-45-те мен ата болып қалуым мүмкін. Енді Құдай біледі ғой кімнің қалай болашағы, бірақ енді дегенмен де 50 жаста деп тұрсың ғой енді, примерно. Немерелерімді бағып, сол ақыл айтып. Андай сөйтіп көрем негізі. Әрі қарай тағы бір жолымыз сәл жақындап қалды, бірақ сен мен әңгіме айтқан ұнап отыр. Әңгімемізді жалғастырайық. Тағы да бір. Жалғыз қалған сәттеріңде не туралы көп ойланасың? Жәнеге айтып кеткен тақырып болашақ негізі. Өзім отбасы құрғалы жатырмын, бұйырса. Сол жайлы ойланам. Құдай берекетін береді дейді ғой. Басы екеу оңай, мал екеу оңай. Иә, дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Ол мен де сол ұстанымдамын негізі. Менде ештеңем жоқ кезде, ешқандай жұмысым жоқ. Сондай кезде үйленіп алдым. Сол кезде көп адамдар үйдегі ата-анам даже күмәнданды да, андай. Сен үйленем дейсің, қалай өмір сүресің? Қалай бағасың деген сияқты. Сол кезде бір, білмеймін, ішімде бір осы үйленсем бәрі жақсы болып кетеді деген ой тұрды өзімде. Сол Құдайдың қалауымен енді қазір сол келіншегіміз екеуміз сол қиындықты да, қуанышты да бірге көріп, әрбір жұмыс, әрбір нәрсеге, әрбір кішкентай нәрсеге жеткен жетістіктің өзін біз үлкен қылып көреміз да. Ал егер соның барлығына дайын жерге келген болса мен келіншегім, мүмкін біздің ойымыз сәйкес келмей қала ма. Қазіргі жастардың арасындағы үлкен проблема ғой негізі. Сол андай
бәрін жігіттердің ойы солай, бәрін дайындап қою керек, ертең бір но болмау керек дейді да, сөйтіп алып келеді. Бірақ өкінішке орай көпке ұзамай жатады дайын нәрсеге келгендер. Жай өзім айтқым келіп кетті, айтып жатырмын енді. Жақсы, иә, саған да сәттілік тілеймін. Қол ұстасқалы отырған жаңағы жарың, екінші жартысың, сол екеуіңнің бастарың бір жастықта қартайып, салиқалы саналы ұрпақтарың көп болсын деген тілек білдіремін. Жақсы, рахмет. Жалпы осы тақырып жөнінде әңгіме соғайық, иә? Үйленген достарың бар ма? Иә. Көп па? Көп емес, осы жылы көбейіп келе жатыр. Той өте көп биыл. Соның бірі сіздердің тойларыңыз, иә, бұйырса? Бұйырса. Ауылда өте ме, әлде осында өте ме? Ауылда. Ауылда, иә. Жақсы. Сен үйдің кенжесісің? Кенжесімін. Бәрекелді. Енді ата-анаңыз да қуанып жатырған шығар? Үйдің енді ұлды ұяға, қызды қияға деген сияқты олардың жаңағы балаларының бәрі аяқтанғанын куәгері болайын деп тұр ғой енді осы тойда. Бұйырса, иә. Иә, тойларың құтты болсын. Неше адамға дружок болдың? Болған жоқпын, мүлде болған жоқпын. Қош. Иә. Жоғын болғыз солай. Мен де сондаймын. Мен де дружок болып көрмеппін өмірімде, ойлашы. Мен өйткені достарымның арасында андай болдым, тойды ұйымдастырып жүруші, сондай болып жүргеннен кейін мен ана жерде қақиып тұрғаннан гөрі лучше мына жағында жүрейінші, жұмыс жағында деп ше. Сөйтіп өзім сол жағында жүретін болғасын көп тойларда дружок бола алмадым. Тағы қандай әңгіме айтамыз? Бала шағалы бар, жаңағы достарың бар ғой үйленген? Иә, бар. Соларды көрген кезде ертерек үйлену керек пе деген сияқты ой болмай ма? Ой болғанда ертерек үйлену керек деп жалпы бұрыннан өзім солай ойлаймын. Сол 18 жасқа толған кезде және айтып өттім ғой, әкемнің айтқан кеңесі бар, ақылы бар деген сияқты. Сол кезден бастап мен миыма ол нәрсе құйылды. Мен сол нәрсені деген тағы кетіп қалды. Өкінішке орай. Жақсы, әңгімеміз жақсы кетіп жатыр. Тағы бір-екі тақырып таңдай ғой. Әңгімемізді әрі қарай өрбітейік. Орындалмай қалған арманың бар ма? Ол неге орындалмады деп ойлайсың? Футболшы болғым келген. Бала кезінде. Бірақ ол әрбір кішкентай баланың арманы деп ойлаймын негізі. Бірақ сонда да мен қатты қызыққым, әлі де менің арманым емес. Футбол жанкүйері. Мысалға менің арманым емес. Бірақ менің балаларым футболға қызығады. Олар да өзінше қазір Роналду, Мессиді көріп, мен сондай боламын деп өзінше дворда солардың формасын киіп алып, қиялданып жүр енді. Ол бала армандары шығар, бала арманы болып қала ма, мүмкін жүзеге аса ма білмеймін. Бірақ мен де балаларымды бетінен қақпаймын барынша арманына келгенде. Мысалға біреу актер боламын десе, соған қолдау көрсетемін. Спортшы боламын десе, спортына баруының жолын жасап жаңағыдай. Өйткені өзімнен білем, ұнамайтын нәрсемен айналысқан ұнамайды маған. Мысалы да, одан бәрібір береке жоқ, одан тапқан табыста береке жоқ, кеткен уақытта береке жоқ, сондай да. Сол үшін өзіңе ұнайтын нәрсемен айналыссаң, соның қиындығы да сезілмейді деген сияқты. Енді өзіңнің ұнайтын бұрынғы бала арманың футбол болатын болса, қазір енді ол арман болып қалды деп жатырсың ғой. Арман ол негізгі целің бе еді? Ол енді ол жаста кәдімгідей арман қылып, сол кезде маған арман болған шығар. Қазір ол өсе келе футболға деген қызығушылық түсе бастайды, басқа да кішкене ой кіреді деген сияқты, өсесің деген сияқты. Солай бала арман. Тек хобби болып қалды артынан. Бірақ футболды қашасы қызығушылық 10 болды. Осымен 10 рет қателессің. Кешірші енді. Әлеке кешіріңіз. Менің жұмысым сондай просто. Хобби деген қызығушылық немесе әуестік деп айтуға болады хоббиді. Бәлкім. Әуестік деп қазақша баламасы бар негізі.
Иә, біз өзімізге оңай жолын таңдап алып жатырмыз да, бәрі түсінеді ғой деп хобби деп ұрып жүрміз. Ал Алеке, мекен жайыңызға келдік айтқан. Келем дегенше 10 рет қателестіңіз, тағы бір мүмкіндік бар бізде. Ол дегеніміз жаңылтпашқа қалайсыз? Жаңылтпаш? Иә. Негізін ашармын. Бір бағын сынап көресің бе? Жаңылтпаш неме істеу керек сонда? Неше кеше сында кеше деген сияқты. Жаңылтпашты оқу керек па? Иә, мен сізге міне 4 жаңылтпаш бар, соның бірін таңдап аласыз да, 3 рет оқып, жаттап аласыз. Жатқа айтып бересіз. Оңай былайынша, қатты қиын емес. Негізі менде таңдау бар ма? Қазір? Оқымай қоюға дейтін ба? Иә. Бар. Таңдау бар. Оққаныңыз жақсырақ па? Иә, бақсылап көрейік. Ал, кеттік. Дауыстап оқысаңыз. Тәтті тоқашты пәтшәң тәтем пісіріп ап, тәттілеп тапты. Тәтті тоқашты тәтем тапса, тап-таза таба неге таппады. Наны жаттау қиын болады енді. Оқып тұрмыз бірақ. Ал, Алеке, көріңіз. Тәтті тоқашты пәтшәң тәтем пісіріп ап, тәттілеп тапты. Тәтті тоқашты тәтем тапса, тап-таза таба неге таппады. Бәлкім тезірек оқып берер. Ондай болмай ма? Ондай болмайды енді, өкінішке орай. Осыған дейінгі мінген қонақтардың барлығы соны жасап көрді. Шынымен де айтқандар болды. Кәдімгідей жаңылмай айтқандар болды. Тағы бір мүмкіндік берейін, бір рет жақсылап жаттап алыңыз, сосын айтып көріңіз. Жаңылсаңыз, жаңылып қаласыз, жаңылмасаңыз айтып шығасыз. Тәтті тоқашты пәтшәң тәтем пісіріп ап, тәттілеп тапты. Тәтті тоқашты тәтем тапса, тап-таза таба неге таппады. Кеттік па? Көрейік ал. Не көрмей атырық? Мен аны ұмытып қалам ғой қазір. Жоқ, негізі жақсы оқып тұрсың. Кейбір адамдар оқиды алмайды. Оқып жатқан кезде шатасып жатады. Ал сен негізі жақсы оқып тұрсың. Негізінен не? Тәтем тапса, тап-таза таба неге таппады. Ал, кеттік ал. Тәк дейсің ба? Кеттік ал. Тәттіден басталады. Тәтті тоқаш. Тәтті тоқаш тәтем... Ой, бұл мен бірден ұмытып қалғаным ғой. Давай, басқа вариант көрейік, е? Қиын сияқты. Көрейікші қызға. Басқа бір вариант. Балта батпаққа батпады, батпақ балтаны батырмады. Батып бара жатса балта, батпақ батырмай қапты. Мынау оп-оңай сияқты. Балта батпаққа батпады, батпақ балтаны батырмады. Иә, әркімнің әртүрлі болады, негізі есте сақтау әдістері. Біреулер аспанға қарап жаттайды, біреулер ішінен оқып жаттайды, біреулер қолмен сызып жаттайды, біреулер айқайлап жаттаған жақсы көреді. Енді Алекеңнің 4 шумақ жаттай алмай отырғанымыз ұят екен, негізі. Андай өз напряженка болып тұр ғой қазір. Қысым болып тұр да. Кішігірім жоқ емес. Әйтпесе біреудің бір айтқан әңгімесін жаттап аламыз. Ал дайынбыз ба? Дайын болсақ, маған картаны беріңіз. Қағазды берсеңіз сізге. 3, 2, 1, кеттік. Балта батпаққа... мен... Балта батпаққа батты ғой, короче. Батпақтан балтаны... Батпақ балтаны батырмады бірақ. Батып бара жатса балта, батпақ батырмай қапты. Өкінішке орай, жаттай алмайды. Уақытыңыз болса, енді біздің қазақша такси жобасы туралы қысқа нұсқа ойыңыз және сәлемдемеңіз. Керемет жоба екен. Осындай қазақ тілін дамытатын, қазақша контентті алға сүйрейтін жобалар көбейе берсін, дами беріңіздер. Сіздің
орысша сөйлей беруге болатын шығар, сіздің творчествоңыз дейміз ғой. Бақылап отырамыз, шығармашылығыңызды бақылап отырамыз. Қуаныштымын өте. Алда сәттілік, дами беріңіздер, өсе беріңіздер. Рахмет, Әлеке, жолыңыз болсын. Аман болыңыз. Келесіде көшеден қазақша таксиді көріп қалып жатсаңыз, қол көтерсеңіз, мен тоқтап сізбен әрі қарай әңгімемді жалғастыратын боламын. Жақсы, мен онда жаңа пост жатып келемін. Иә, сөйтіп келесіге зато дайын келесің. Маған микрофон тастап кетсеңіз, келесі қонақтарымызға керек болады әңгімелесуге. Жақсы, жолыңыз болсын. Рахмет. Все дейсің ба? Иә, ол сондай бір әдемі, жақсы әңгіме болды. Үйленейін деп жатырған Әлекеңе бақыт тілейміз. Біз әрі қарай түнгі таксовкамызды жалғастырамыз, ребята.